Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін бір жасағаннан ақ сәтті шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамыр үшін бізге ұн, жұмыртқа, қант, сода, айран және тұз керек. Алдымен жұмыртқамызға қант пен тұз қосып венчикпен араластырамыз. Миксер қолданудың қажеті жоқ. Үстіне айран құйып тағы да біркенше араластырамыз. ұн мен соданы бөлек ыдыста араластырып массамызға қосамыз. Бізде қоюлы қамыр шығу керек. Міне біздің қамырымыздың қоюлығы осындай қаймақ тәрізді. Қызып тұрған табағымызға күнбағыс майын құямыз. Қамырды бір ас қасықтан саламыз. Жай отта қақпағын жауып 3-4 минут пісіреміз. Екінші жағы біріншісіне қарағанда тез піседі. Достар, осымен оладьимыз дайын, өте дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Потита Кейк.